Бүгін бізде тәжірибеде электролиз процесі. Электролиз процесі 9-шы сыныптарда өте кең көлемде қолданылады. Электролиз процесі негізінен келетін болсақ, тоқтың көмегімен ерітінділерді керекті металдарды немесе газдарды алу болып табылады. Бізде 9-шы сыныптың айырмасын айтатын болсақ, біз бұл жерде сутек газын алуға негізделген құрылғы жасайтын боламыз. Құрылғының негізінде бізде катод және анод тұрады, және бұл жерде электрондардың қозғалысын реттейтін ерітінді болады. Ерітіндіде біз керекті затты алу арқылы дайындаймыз. Яғни бұл жерде, мысалы мына суретке қарасақ, бұл жерде натрий және хлордың ерітіндісі орналастырған. Бұл ерітінді электродты ұшататын болсақ, бізде мысалы анодта натрий жиналады, ал катодта хлор газы бөлінеді. Яғни бұл электролиз процесі арқылы біз көптеген газдарды, өндірісте газдарды, металдарды және басқа да заттарды алады екенбіз. Электролиз процесі бізде химияда өте маңызды болып табылады. Яғни тоқтың күші арқылы химиялық процестерді жүргізу болып табылады. Бізде келесі слайдқа көретін болсақ, бізде ол жаңағы сутек газына негізделген дәнекерлеуші аппаратты дайындау болып табылады. Бұл жерде бізде катод пен анод екеуі міндетті түрде параллель орналасу керек, және екеуінің арасында электронды бөгет болу керек болып табылады. Мына жерде бізде газдар жинағыштар болып табылады. Бұл екі бөтелке арқылы біз керекті газды алып, және сутек газын жаға алады екенбіз. Ал егер процесіне келетін болсақ, бұл жерде натрий гидроксид ерітіндісіне жүреді электролиз процесі. Бұл жерде катодтық процесс және анодтық процесс деп бөлінеді. Катодта және анодта бізге керекті элементтердің реакция арқылы керекті заттарды ала аламыз. Бұл жерде бізде сутек газын алуға негізделген болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде натрий гидроксиді электролизге ұшыраған кезде бізге керекті газ, сутек газы бізде катодта жиналады екен. Бұл арқылы қосымша бізде оттек газда жиналып, біздің электролиз процесімізде сутек және оттек газын қосымша жинап алады екенбіз. Ал енді электролизер аппаратын жинау үшін бізге құрал жабдықтар керек. Оған бізде электролиздің негізгі заты катод пен анод, тоқ, газ түтікшесін шығарғыш және газды жинатқыш ретінде керек болады. Бұл жерде ең бірінші зат бізде электролизер аппаратының негізі анод пен катод болып табылады. Анод пен катод бағана схемада көрсетілгендей екеуі қатар жүру керек. Бұл жерде катод пен анодты біз канцелярский нождан жасадық, яғни канцеляр пышақтарынан жасадық. Бұл жерде канцеляр пышақтарының бір-бірімен параллель орналастыру міндетті болып табылады. Яғни ең басты шарт бұл жерде екі канцелярский нож бір-біріне тимеу керек. Тиген кезде анод пен катод екеуі қосылып, реакция жүрмей қалады. Бұл жерде қалай істейді? Канцелярский ножды болтқа орналастырып, арасына міндетті түрде шайбалар ретінде қойдық. Шайбамен қойған кезде араларына тимейтіндей қылып орналастырдық. Орналастыру реті қолда бар құрал жабдықтарды пайдаланық. Яғни бұл бізде канцеляр пышағы, спичка және арасына қойғанға спичка, оларды фиксациялау үшін жіп және олардың екеуі шашылып кетпеу үшін скотчпен скотчтап алған болатынбыз. Бұл жерде анод пен катод, яғни плюс полюсі мына жерден кіріп, минус полюсі осы жерден шығады. Электрондардың реттелген қозғалысын біз мына жерде қазір ерітінді дайындаймыз, ерітіндінің арқасында жүретін болады. Енді тоқ күшіне келетін болсақ, бұл бізде міндетті түрде тоқ болу керек. Тоқтың ең басты назар аударатын жері ол мына жерде вольт, яғни кернеулікке байланысты. Адаптер бізде міндетті түрде күшті болу керек. Күштілігі ол бізде 2/1 вольтқа дейін, амперге дейін болу керек. Егер тоқ күші аз болатын болса, бізде реакция жөнді түрде жүрмей қалады. Бұл жерде кернеудің көрсеткіші бар адаптер алынды. Неғұрлым кернеу аз болса, соғұрлым реакция, яғни тоқтың циркуляциясы аз болады. Циркуляцияны көбейту үшін бізге керекті циркуляция аламыз. Ол бізде мысалы 12 вольтқа дейін барады. 12 вольт болса, ол бізде тоқтың күші де көп болады, және де реакцияда өте қарқынды жүреді. Бізге керекті сутек газын алу өте жақсы жүретін болады. Бұл жерде үшінші бізде газ түтікшесі. Бұл жерде реакцияның барлығы осы жерде жүретін болады. Біз қазір бұл жерге ерітінді дайындаймыз. Ерітінді бізде натрий гидроксидінің сулы ерітіндісіне жүретін болады. Түтікшені біз медициналық құралдар арқылы жасаттық. Бұл жерде міндетті түрде газ түтікшесінің шығуын реттейтін клапан орналастырылған, яғни газ түтікшесі. Газды біз мына түтікше арқылы шығарамыз. Реакция жүретін жер, мысалы, яғни ерітінді болатын жер міндетті түрде герметикалық болу керек, яғни сырттан ауа кірмеу керек, және іштен ауа сыртқа қарай
шықпауы тиіс болып табылады. Және ең соңғы бізде істейтін дүниеміз ол газды жинағышы, яғни газдың пайда болғанын көрсететін, яғни түтікшеде шыққан газды жинағыш ретінде осындай ерітінді дайындадық. Ерітінді ол бізде сабынның су ерітіндісі болып табылады. Бұл арқылы бізде қандай газдың шыққанын және шықпағанын анықтауға болады. Және қандай газдың шыққанын анықтауға біз кейінгі ретте көрсететін боламыз. Келесі кезекте біз электронды жүретін ерітінді дайындау керек. Бізге ерітіндіге бірінші ол дистиллделген су кетеді. Екінші натрий гидроксиді, таза натрий гидроксиді. Екеуін бір-біріне қосып араластырған кезде бізде электролит ерітіндісі пайда болады. Бұл жерде бізде натрий гидроксиді, яғни сілтілі ерітінді пайда болады.